Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге міне осындай табиғи ашытқымен жасалынатын, яғни ешқандай да дрожь қоспай, закваска жасаудың жолын бірінші этапын үйрететін боламын. Нандарымыздың арасы осылай толықтай пісіп шығатын болады. Алдымен бізге бір дана қызыл алма қажет болады. Қызыл алмамыз үлкен болғаны дұрыс. Егер кіші алма болса, 2 дана қолданасыздар. Міне осылай алманы жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін, осылай қабығымен тақтайға қойып, біз соломка бөліктерге бөлеміз. Қазір алмаларды сіздерге қалай бөлгенімді көрсетемін. Яғни біз бұл алмаларды 1 литрлік бакалашкеге салатын боламыз. Сол үшін бізге бакалашкенің аузына сыюы үшін соломка етіп, кішірек етіп турап аламыз. Барлық алманы осылай видеодағыдай жасаңыздар. Алманың арасындағы дәнектерін алудың қажеті жоқ, тек алманың сырты жуылса болғаны. Табиғи нан жасау үшін, яғни ешқандай асқазанға ауыртпалығы жоқ, денсаулыққа пайдалы нан жасау үшін бізге осы бар болғаны 1 алма ғана жеткілікті. Бізге тек қана қызыл алма жарамды болады. Көк алма, жасыл алма деген алмаңыздар. Тек қана қызыл алманы қолданамыз. Міне осындай кез келген 1 литрлік бакалашканы алып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Қақпағын ашқаннан кейін жаңағы кесіп дайындап алған алмаларымызды ішіне саламыз. Достар, бұл бізде закваска дайындаудың алғашқы этабы болып бөлінеді. Яғни біз бұл алмамен ашытқы дайындаймыз. Сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Қазір видеоны соңына дейін қараңыздар. Міне достар, барлық алмамызды осылай салып алдық. Салып алғаннан кейін үстіне міндетті түрде краннан ағып тұрған су құямыз. Яғни біз краннан суды неге құямыз? Бізге тірі су қажет болады. Фильтр су, қайнаған су деген болмайды. Міндетті түрде краннан ағып тұрған суды жылылау етіп құямыз. Қатты ыстық болып кетпесін және суық болмасын. Орташа нан ашытқан кезде жылы су қолданасыздар ғой. Сондай қылып жылылау су құйып, қақпағын қатты жауып, осылай 1-2 шайқап араластырып, бакалашкамызды, яғни кухнядағы шкафтың төбесіне балалар ала алмайтындай жерге қойып қоямыз. Яғни ешкім аша алмайтындай жерге, жоғарыға жылы жерге қойып қоямыз. Қазір күн жылы болғандықтан бізге бөлме температурасының жылылығы жетеді. Немесе үйлеріңіз салқын болса, бакалашканың сыртын орап қойыңыздар. Бакалашканың қақпағын ешкім ашпау керек. Міндетті түрде 3 күн бойы қақпағы қатты жабылған күйінде осындай жоғарыда шкафта тұруы қажет, яғни жылы жерде тұрғаны дұрыс. Достар, бұл бізде заквасканың алғашқы этабы. Сіздерге осы видеоны қазір бірінші салып жатырмын. Осы видеоны көріп, тура мен айтқандай жасап қойыңыздар. Ары қарай сіздерге екінші этабын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар достар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.